Көптеген дәстүрлі медициналық кітаптарда иван шайы әртүрлі аурулармен кездесуге болатын әмбебап дәрі болып саналады. Барлық уақытта шөптер мен емшілер бұл шөпке құрметпен қарайды. Иван шайының пайдасы: ас қорыту мен метаболизмді қалыпқа келтіруге көмектеседі. Метаболитикалық процестерінің барлық түрлерін, әсіресе липидтер мен көмірсуларды жақсартады. Ерлер денесінің белсенді өмірін ұзартады. Екінші жүрек, қуық асты безінің қызметін сақтайды және жақсартады. Сонымен қатар жалпы ерлер денсаулығының жай-күйі айтарлықтай жақсартады. Ол потенциалды арттырады, эректилді функцияны қалыпқа келтіреді. Иван шайы еркек шөп деп айтатыны таңқаларлық емес. Ол жұмсақ диуретикалық әсерге ие. Қан қысымын төмендете отырып, су электролит байланысына қалыпқа келтіреді. Магний Б тобындағы дәрумендердің балдырлардың құрамына кіретін флавоноидтердің арқасында ол тиімді синтетикалық емес гипнозды және тыныштандырғыш болып табылады. Психоэмоционалды жағдайға қалыпқа келтіреді. Шикелік, қозғыштық азайтады. Бұл аурулардың басады. Түнгі демалысты қалыпқа келтіреді. Иван шайы құрамында таниндер, шырыш, пектиттер және тағы басқа болғандықтан ол ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады және қалпына келтіреді. Іш қатуды, күйдіруді және дисбактериозды жояды. Бұл конверттеу, қабынуға қарсы және қалпына келтіру әрекетінің арқасында қол жеткізіледі. Вирустарға әсер етеді және аллергияға қарсы тұрады. Ол лактация қасиеттеріне ие, емшек сүтін ұзартады және осылайша нәрестенің денсаулығын жақсартады. Иван шайының жапырақтарының флавоноидтер мен пектиттердің табиғи адсорбенттер болып табылады және ағзаның улы элементтерін тазартады. Эндокриниттік органдар біркелкі және тиімдірек жұмыс істейді. Терінің ерте қайтаюын баяулатады, оны серпімді етеді. Мұның бәрі коллаген синтезінің табиғи процестерін ынталандыратын заттардың арқасында. Тұрақты пайдалану кезінде иван шайы келесі ауруларды жалпы және профилактикалық емдеуде қолданылады. Анемия, гастрит, 12 елі ішектің және асқазанның ойық жаралары түзілімдері, энтероколит, колит, өт шығару жүйесінің бұзылуы, панкреатит, ерлердегі зәр шығару жүйесінің қабыну ауруларын жынысына қарамастан бедеулік, әртүрлі шығу тегі тым жоғарғы қан қысымы, урология, соның ішіндегі қуық және бүйректегі қабыну ошақтары, тыныс алу жүйесі мен лор мүшелерінің өзгерістері, трахеит, фарингит, бронхит, синусит, өкпе туберкулезі. Осылайша тұнбалар мен қайнатпалардың қолдануларының оң әсері оттықтың қақырық түсіретін қабынуына қарсы, температураны төмендетеді, қасиеттеріне байланысты көкбауыр патологияты. Дерматология, герпес, терінің метаболитикалық және қабыну аурулары, иван шайы ішу ұсынылады. Улану және ішек дисфункциясы, жүйке жүйесінің бұзылулары, невроз, алкогольдік психоз, истерия, депрессия, эпилепсия, психоэмоционалды қысымның жоғарылауы және созылмалы стресс, тұрақты шаршаудың шамадан тыс жұмыстың әсері. Стоматологияда балалардың сүт түстері пайда болған кезде егде жаста қызыл еттік жұмсақтығы және қабынуы қалпына келтіру кезеңіндегі ісіктер мен және қатерлі ісікпен күресу үшін манипуляциялардан кейін көмек ретінде қолданылады. Косметологиядағы иван шайы флораның бірегей өткелі өт шөп косметикаларының белсенді қолданылады. Одан майлар, қайнатпалар, тұнбалар дайындалады. Бұл безеулермен және терінің басқа да қабынулармен күресуге көмектеседі. Иван шайы майын қолданылғаннан кейін тері тургоры жақсартады. Ол барқытқа айналады. Ұсақ әжімдер тегістеледі. Кеңес: шөптерді қайнатпасынан арнайы қалыптарға қойғаннан кейін мұздатыңыз. Күн сайын таңертең бетіңізді сүрту үшін мұз текшелерін пайдаланыңыз. Шашты қою және сау ету үшін шаш тамырларын талдың шай тұнбасымен ылғалдандыру пайдалы. Иван шайының дәмі жағымды және қош иісті ерекшеліктермен ерекшеленеді. Денені сергітеді, қуаттандырады және ол сергектікті береді. Ол тұтастай алғанда бүкіл денеге емдік әсер етеді. Ыстықта сусынның температурасына қарамастан шөлді қандырудың жақсы жолы жоқ. Бұл сусынның ең танымал ететін, әсіресе салауатты өмір салтын ұсынатын адамдар үшін оның құрамы бойынша әртүрлі кофеинді сусындар мен қара шайдың айырмашылығы, қымызды қышқылы, пурин негіздері және кофеин сияқты теріс элементтерін қамтымайды.